Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Дихан тірек мектебінің директоры Өсербаев Сұлтан Мықтыбекұлы. Бүгін мен сіздермен мектебімізде іске асып жатқан жобамен таныстыратын боламын. Әріптестерімізбен бірлесіп, жасөспірімдердің зорлық-зомбылықтың алдын алу, буллингтің алдын алу, оқушылардың мектепте өзін еркін ұстау және өзінің жан сырымен бөлісу, және де мектеп психологының жұмысын жетілдіру мақсатында сенім нүктесі жобасы іске асты. Сенім нүктесі жобасын енгізудегі басты мақсат оқушылардың ішкі сырын ұғыну, ішкі жан айқайын тыңдау және оқушылардың ойымен санасу. Осы негізгі мақсаттарды алға салды. Елімізде жүргізіліп жатқан жасөспірімдердің қылмыстың алдын алу, жасөспірімдер арасындағы бопсалаудың, буллингтің алдын алу жұмыстары жайында танысатын боламыз. Сенім нүктесі жобасын іске асыру барысында біз біршама мағлұматтарға көз жүгірттік. Жыл сайын елімізде жасөспірімдер арасындағы қылмыс 17%-дан асып артылатындығы туралы мағлұматтың куәсі болдық. Әрине, бұл тәуелсіз мемлекет үшін, құқықты мемлекет үшін бұл үлкен мәселе. Сенім нүктесі жобасын іске асыруда біз оқушылармен сынама жұмыстарын жүргіздік. Себебі оқушылардың пікірін тыңдау және барлығымызға белгілі бүгінгі жасөспірімдердің ақпараттық сауаттылығы жоғары екенін бәріміз білеміз. Сондықтан оқушылармен ұялы байланыс арқылы, немесе осы ақпарат көздері арқылы, әлеуметтік желілер арқылы байланысу педагогтар үшін де, оқушылар үшін де жеңіл болатындығына көзіміз жетті. Сауалнамаға мектебімізде 5 және 11 сыныптар арасында 106 оқушы қатысты. Сауалнама бойынша сіз мектепте өзіңізді қаншалықты жайсыз сезінесіз деген сұраққа 50% өте жайлы деген жауап берді. Келесі, сіз мектепте қиындықтар туралы достарыңызбен немесе мұғалімдеріңізбен сөйлесесіз бе деген сұраққа 15%. Яғни бұл үлкен мәселе. Келесі, қиын жағдайда психологиялық көмекке жүгінгіңіз келеді ме деген сұраққа 17%, яғни кейде деп жауап берді оқушылар. Келесі, сіздің ойыңызша мектепте жасырын түрде көмек сұрауға арналған арнайы платформа болуы қажет пе деген сұраққа жауап берген оқушылардың 55%-ы иә деп жауап берді. Яғни осы мәселелерді ескере отырып, мектептің өзіндік төл жобасын іске асыруды қолға алдық. Жалпы елімізде бүгінгі таңда білім саласында оқушылар арасындағы, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алуға бағытталған біршама жұмыстар іске асып жатқанын тілге тиек еткеніміз жөн. Бұл жерде оқушылармен жүргізілетін диагностикалық жұмыстар, сауалнамалар, сұхбаттасулар, келесі бізде ата-аналар мен ұстаздар арасындағы байланыс, және де бізде мемлекеттік тиісті органдардың ұйымдастыруымен жүргізіліп жатқан сенім телефондарының жұмысы. Бұл да оқушылардың ішкі сырын анықтауға үлкен көмегін тигізіп жатыр деп айта аламыз. Жалпы бұл сенім нүктесі сияқты платформалар бүгінгі таңда өзге де дамыған мемлекеттерде, мемлекет деңгейінде іске асып жатқанын айтып өте аламыз. Америка құрама штаттарында балаларға қиын жағдайға түскен оқушыларды SMS арқылы байланысқа шығу мүмкіндіктері, сонымен қатар Финляндия мемлекеттерінде арнайы платформалар, электронды платформалар, және де бізде Жапония мемлекетінде қиын жағдайға түскен азаматтарға онлайн байланысу платформалары іске асып жатады. Бұл жобалардың барлығы адамның өмірін сақтап қалу және адамның өмірі құқығын қорғау мақсатындағы жүргізіп жатқан жұмыстар дейміз. Барлығымызға белгілі, бүгінгі қоғамда адам мен адамның бір-бірімен сөйлесуі сиреп бара жатқаны ақиқат. Соның ішінде балалар мен ересектердің бір-бірімен сырласуы, сөйлесуі, яғни ой бөлісуі де көп кездестіре бермейміз. Бұл қоғамдық
оқушының әлеуметтенуіне үлкен әсер етіп жатқан құбылыстар. Осыны ескере, біз бұл жобаны іске асыруда баланың жеке қалғанда сырымен бөлісу, ойымен бөлісу және оның ішкі ойын сырын тыңдауға барынша атсалысу. Енді біз бұл қосымшаның ішіне қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Біріншіден, бұл жерде психолог пен оқушы арасындағы анонимді байланыс кез келген уақытта 24/7 байланыс орнатылады. Және де психологиялық қолдау бейнероликтері. Сонымен қатар оқушылар түрлі әлеуметтік желілерде өзінің бейнелерін немесе видеоларын таратпау мақсатында, соларды бір арнаға жинау мақсатында арнайы парақшалар да қарастырылған. Сонымен қатар бұл қосымшаның ішінде бұл жерде әрбір оқушыға, сонымен қатар ересектерге де мотивациялық қолдау бейнероликтері де қарастырылған. Жалпы біз бұл жобаны 3 жылға жүргізуді жоспарлап отырмыз, және ол нәтижесін беріп жатса, алдағы уақытта да қолдану мақсатымыз бар. Бұл жоба барысында біз 2025-2026 оқу жылында оқушылардың қауіпті аймағындағы ерте анықтау 10% көрсететін болса, алдағы 2 жылдықта 20 және 30%-ға дейін жоғарылайтынына сенімдіміз. Келесі, мектептегі оқушылар арасындағы қақтығыстарды шешу, бастапқысы 5%-ды мағлұмат алып жатқан болсақ, болашақта 10-15, яғни одан да жоғары пайыздарды анықтауға мүмкіндіктер туындайтынына сенімдіміз. Және де бұл қосымшаны біз оқушыларға ұсынардан алдын оның ішкі дизайнына да аса көп мән бердік. Себебі бүгінгі жастардың қоғамдағы түрлі анимациялармен жасау және жастардың соған қызығушылықтарының артуына байланысты біз әрбір қосымшадағы әрбір бөлімдерді түрлі анимациялармен көрсете білдік. Келесі, сенім нүктесі жобасының іске асып жатқанымен және сынамадан өтіп жатқан, оқушылармен жүргізіліп жатқан жұмыстарды назарларыңызға ұсынамыз. Қорыта келгенде, әрбір бала жеке тұлға. Мемлекетіміздің бала құқықтары туралы заңындағы әрбір баланың құқын қорғау әрбір азаматтың міндеті. Осыны ескере келе, әр азамат өз деңгейінде балаларымыздың бақытты өмір сүруіне жағдай жасауы керек. Балаларға жасалған әрбір игілікті іс болашаққа жасалған үлкен игілікті қадам. Назарларыңызға рахмет.